Келін Айнұр Қағанның қызы жасынан ақылды ерке болғанмен шаруаға епсіз болып өсті. Көзінің қарашығындай болған жалғыз қызын анасы көп жұмсамай аялап мәпелеп өсірді. Алайда ақылды ана қызының жан дүниесінің жұтаң болмауын бірінші орынға қойып, оны жастайынан кітап оқуға баулыды. Зерделі де зерек, рухани жағынан толысқан ерке қыз бойжеткен соң өз бақытын ауылдан тапты. Ойдым жолдары бар, ұялы байланыс ұстамайтын, дұрыс ауыз суы да жоқ қияндағы ауылға Айнұр сүйген жігітімен қол ұстасып кете барды. Содан бері 5 жыл өтті. Келгелі бері ата-енесінің қабағын аңдып, солардың бабын таудан жалыққан емес. Қолынан көп нәрсе келмейтін. Ол алғашында бүлдіріп, күйдіріп, жандырып жүріп бәрін үйреніп алды. Сиыр сауа алмай көзін көгертті. Ошаққа нан жабам деп қолын күйдірді. 40 тесік қалап еттің нанын жайды. Бірақ Айнұр жасыған жоқ. Қалайда бәрін үйренемін деп алға талпынды. Нәтижесінде аз уақыттың ішінде бесаспап келін атанды. Қазір ол таңғы 5-те тұрып 10 сиырды сауып өріске жібереді. Үйге келіп шай қайнатып, су жылытып қояды. Осы аралықта ұйқыдан тұрған ата-енесі мен үйленбеген қайнағасына ыстықтай дәмдеп шайын береді. Қариялар шайды ұзақ ішеді. Жазғы күндері ауылдағы ошаққа шай қайнатып, шоқтың шайын береді. Сүт тартып, май қаймағын жасайды. Қысы-жазы сиыр сауылатындықтан бұл үйден құр ірімшік үзілмейді. Бәрін бітіріп мектептегі жұмысына жүгіреді. Мұғалім болып жұмыс жасайтын ол мектепте де алғыр ұстаздарының қатарында. Сынаптай сырғаған осы уақыт арасында 3 баланың анасы атанды. Күндердің күйбең тірлікпен жүгіріп жүрген күндердің бірінде өзіне ақылшы, қамқор болған енесі айықпас дертке шалдықты. Біріне-бірі үйелмелі-сүйелмелі 3 баланың қасына енесі 4-ші бала боп қосылды. Бірақ Айнұр бұл жолы да шыдамдылық пен табандылықтың шынайы үлгісін көрсетті. Анасы ауырып қалды дегенді естіп қала маңында тұратын үлкен қызы жылап-еңіреп жетті. Бір аптадай қасында болып, жуындырып, шайындырып, шашын тарап, тамақ беріп жүгіріп жүрді. Бірақ кетерінде анасының құлағындағы алтын сырға мен алтын жүзікті өзімен бірге ала кетуді ұмытпады. Сөйтіп күндер өтіп жатты. Көрші ауылда тұратын ортаншы қызы бала-шағасымен анасын бағуға келді. Ол да үйдегі жалғыз келін Айнұрға болысқан болып, анасын қарап жанашырлық танытты. 10 күндей жатқан соң ортаншы қызы да кетерінде анасының қобдишасын ақтарып, алтын күміс әшекейлерінің біразын өзімен алып кетті. Күнде келіп шай ішіп кететін ауылда тұратын кіші қызы да қалған алтын бұйымдарын өзімен алып кетті. Қобдишада жалғыз ғана қызыл көзді алтын сақина қалды. Ертеңгі күні енесіне ас беріп отырған Айнұрдың оның теріс қарап бүк түсіп, тұншығып жылап жатқанын көрді. Өз жасын тыя алмай кейуана 3 қызым бар еді, мақтанушы едім. Бірақ үшеуінің сенің қолыңа су құя алмайтынын көріп қарыным ашып тұр. Қыздарымның өресі осыншалық тар бола ма? Мені асты үстіме түсіп шын көңілмен баққан сен ғанасың. Бақытты бол, балаларың да өзің сияқты парасат пайымы биік болып өссін деп фатихасын берді. Түскі шайға келген кенже қыз шай үстінде анасының қобдишасында қалған жалғыз сақина келінге тиесілі екенін, анасын адал бағып жүрген Айнұр екендігін айтып, енді ешкімнің сол сақинаға тиіспеуін сұрады. Жүзін төмен салған Айнұр: мен апамды алтын үшін бағып жүрген жоқпын. Бұл менің келіндік парызым. Ол кісі әлі жазылып кетеді. Бәрі Алланың қолында. Маған ол кісінің фатихасы да жетеді деп шай құйып болып атасының кесесіне қол созған еді. Көзінен парлап аққан жасын көрсеткісі келмеген күйі үлкен кісі үнсіз ғана дастархан басынан тұрып кетіп барады екен. Санаулы күндерін өткізіп жатқан ана төбеге қарап ойланып жатып, 3 қызы мен келінін салыстырады. Бірден қолы қалт етсе, шұқиып кітап оқып отыратын келіннің ішкі жан дүниесінің мол қазынаға толы бай екенін осы күнге дейін аңғармай келіпті. Байқап қараса, қыздарын жалт-жұлт еткен жылтырақ дүниелерге құмар қылып тәрбиелеген өзі екен. Өзінің материалдық құндылықтарға ғана мән беріп, олардың рухани жұтаңдығын ескермегенін кеш түсінді.
былайғы тірлікте жалт-жұлт еткен дүние бірінші орында болғанмен өмір мен өлімнің арасында жатқан адам таза рух ғана қажет екен. Жаны қиналып жатқан сәтте қора толы малдың да, сірескен дүниенің де, қобдиша толы алтынның да көктейін қадірі жоқ екенін ұғынды. Өзінің бала тәрбиесіндегі қателігін кеш түсінген Айнұрдың енесі соңғы күндерін өкінішке толы өксікпен өткізіп жатты. Өмірден өтер сәтінде қыздарының бәрі келіп апалап айнала қоршап жылап отырды. Көздерінен тарам-тарам жас ағып жатқанымен үш қызының да санасында анасынан қалған өзге де бағалы заттарды бөлісіп алу жоспары тұрды. Қиналып жатқан ана жанына босаға жақтан тараған жарық сәулеге ғана жылылық сыйлағандай болды. Дәл осы сәтте босағада тұрған жалғыз келіні ғана шын ниетпен енесінің екі дүниеде жамандық көрмеуін тілеп, өзі білетін құран сүрелерін күбірлеп оқып тұр еді. Алла бәрімізге осындай келін нәсіп етсін.